Ал балалар қандай еңбек түрімен айналысады? Жан-жануарларға су беру, жем беру, құстарға ұя жасау, яғни қамқорлық көрсету. Тіпті компьютерден керек мәліметтерді қарап, немесе кітапханаға барып, кітап алып оқудың өзі еңбек болып табылады. Сонымен қатар, өздеріңді қызықтыратын қосымша жұмыстармен айналысып, яғни сурет салып, шахмат ойнап, доп ойнау, ән айту, би билеу, күй тарту сияқты істердің барлығы сендердің еңбектерің болып табылады. Ендеше балалар, қазір шағын бейне материалға назар аударайық. Нан дастарханға қалай келеді? Көктемде тракторшылар жерді жыртып, бидайдан себеді. Диқандар жаз бойы егілген бидайды суарып, баптайды. Күз болғанда жайқалып, бидай өсіп шығады. Өсіп шыққан бидайды комбайншылар орып, машиналарға салып береді. Жан ашырлық, шыдамдылық. Ал балалар, еңбек сүйгіш адамды не деп атаймыз? Я, балалар, еңбекқор деп атаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Ал осы еңбекқор сөзіне қансы мәнді сөздерді атай қойыңдаршы. Еңбекқор ұйқыдан ширап тұрады. Еріншек ұйқыдан қирап тұрады. Еңбекке егі жоқтың, егілдікке сегі жоқ деген осыдан шыққан. Балалар, өздеріне еріншек деген кесірді жақын етсеңдер, онда бақыт та, байлық та, сый да, бедел де болмайды. Бұлардың кілті тек еңбекте ғана. Гүл өсірсең терлеп, оның аты еңбек. Кесте тіксең зерлеп, оның аты еңбек. Қырға шықсаң өрлеп, оның аты еңбек. Қиындықтың бәрін еңбек қана жеңбек. Балалар, адам неғұрлым көп еңбектенсе, соғұрлым адам бойында жақсы қасиеттер пайда болады. Сондықтан жалқаулықтан, еріншектіктен бойымызды аулақ ұстап, үнемі еңбек етуге дағдыланайық. Олай болса, бүгінгі сабақта еңбек дегеннің не екенін және адамдар не үшін еңбек ететінін білдіңдер. Еліміздің экономикасының өркендеуі үшін көптеген адам ауылда, қалада аянбай еңбек етуде. Сондықтан біз олардың еңбегін құрметтеуіміз керек.